Оңтүстік Қазақстан облысы кезінде Алғабас ауданы болды, қазір Бәйдібек ауданы болып есептелді. Ертеректе біздің естуіміз бойынша Шаян ауданы болған. Сол жерде 57 жылы 10 қыркүйекте Ескі Қыстау деген қазіргі Жиенқұм деген ауыл бар. Соның арғы бетінде Қарсыбай Сыпатаев ауылының төменгі жағында біздің ата-бабамыздың қоныс тепкен жері Ескі Қыстау деп аталады. Сол жерде мұғалімдер отбасында, педагогтар отбасында дүниеге келген екенмін. Сол бірінші класстан бастап Жиенқұм ауылында жаңадан құрылып атқан Шалдар совхозына қарайтын соның бір бөлімшесінде сол жерде айналдырған бір 70-80 үй тұғын, о кезде шаңырақ тұғын, қазір 120-130 шаңырақ. Сол жерде балалық шағымыз өтті. Құмды жерде, Арыстанды Қарабастың өтінде балалық шағымыз жаман өткен жоқ. Жалпы мына 57 жылдан бері қарап біз тарихқа көз салып қарасақ, жалпы халықтың тойына бастаған кезі ғой. Кейін біліп жатырмыз ғой, бізге деген қандай қиянаттардың болғанын. Бала кезде оның бәрін біз байқаған жоқпыз. Біздің ауылда Сіргеліден тараған батырлар ұруы ғана тұрады. Бір ұру тұрғаннан кейін ол жерде жанжал да болған жоқ, ұрыс керіс те болған жоқ. Жиенқұм деп бекер қоймаған. Жиынды құм, бала кезімізде тоғықтан құм болатын. Сол ыстық құмды баса отырып, бір 500 метр 600 метр жүргенше секіріп жүріп, сонан кейін барып жантақты басып кете беретін кездеріміз болатын. Жазда жалпы аяқ киім киюдің не екенін білмей өстік. Сол құмда өскеннің пайдасы болу керек. Қазірде жұрттар іздеп барып құмды қыздырынып жатады ғой. Соның аяқтан күш болып жүрген тікенектің өзі бата алмай қалады. Сол Жиенқұм деп қойылған себебі Арыстанды Қарабастың желі келген кезде, кей кезде құмды суырып жоқ болып жібереді, қайттан құм орнына келетін. Ар жағында Шалдар деген жер бар. Сол кезде бала кезімізде жал болатын. Оның да құмның жалы бірде жиналатын, бірде жайылып жататын. Енді біздің бала кезімізде мұғалім педагог дегеннің қадірі өте жоғары болды. Ауылда біздің мектепте кішкентай, о кезде 8 жылдық мектеп болды. Сол 8 жылдық мектепте бір 10 шақты ғана мұғалім болатын. Бала саны да аз. Мұғалім көшеде келе жатса, былай айтқанда оқушылар үйді-үйіне қарап, тарап ойнап жатқан баланың өзі үйді-үйіне тарап кететін. Себебі неге сен сабағыңды оқымай жатырсың, неге сен әке-шешеңе көмектеспей жатырсың деген сияқты сөзден қашу үшін үйді-үйіне тарап кететін. Тіпті мұғалімдер, неге ойнап жүрсің деген дауыс көтеріп айтпай, мұғалім жақындатпай үйді-үйге тарайтынбыз. Біз жантақты жерде өстік. Жантақты жер болғаннан кейін мынандай асфальт жоқ. Екі аяқты жүретін жол да жоқ, жалғыз аяқты жол. Мұғалім келе жатады, немесе үлкен ересек адам келе жатады, қалғанымыз шетке шығып жантақты басып тұрамыз, немесе жантақтың үстімен жүретінбіз. Сонан кейін бас киіміміз болатын, өтіп бара жатқанда мұғалімнің алдынан өткенде бас киімді шешіп алып, өтіп кеткеннен кейін қайта бас киімімізді басымызға қондыра салатын жағдайлар болатын. Мұғалімнің семьясында болдық. Әкем өмір бойы мектепте завуч болып қызмет жасады, директор болған жоқ. Завучтың да жұмысы, былай айтқанда жауапкершілік жұмыстары көп қой. Қазіргімен салыстырғанда сол кезде тек қана оқытуға, ғылым білімге ғана көңіл бөлді, мынандай қағазбастылық болмады ол кісілерде. Көп жағдайда мектепте болатында, содан кейін үйде де көп жүретін. Енді мұғалімнің баласы жаман оқыды, мұғалімнің баласы тәрбиесіз болды деген сөзден аулақ болдық. Сондықтан әкемізге кір келтірмеуге тырыстық. Өскенімізді, өңгенімізді, жалпы білім ағанымызды, ғылым ағанымызды тілге тиек етіп, мақтаныш етіп отырады. Ол кісі қазір 98-ден өтіп 99-ға кетті. Қайбір жылы 90 жылдығын атап өттік. Мына кітабын шығардық. Оларға ұстаз ұлағатты, ол кісінің өзі жазып жүретін дүниесі бар еді. Математик болғанымен өлең жазатын, естеліктер жазып жүретін, соның бәрін жинақтап бір кітап етіп шығардық. Ауданның 4 бұрынғы әкімдерінің барлығы келді. Туған туысқандар, үлкен қызмет жасап жатқан кісілердің бірталайы болып, жақсы тілектер айтты. Қазір Бәйдібек ауданындағы ең үлкен кісі біздің әкеміз болып отыр. 100-ге 1 жас жеткен жоқ. Мектептен келген кезде тапанан іздеп келетіміз. Сонда дайын болмай қалған жағдайда бір айналып кел, үйді бір айналып кел дейді о кезде. Баламыз кей кезде бір айналып жүгіліп келетінбіз, кей кезде оның қанша уақыт өтетіндігін, қанша сәт екендігін кейін біле бастадық қой. О кезде тек қана нан еді ғой жейтініміз. Ананың тапананы майға батырып жеу, оны майға шылап жеу деген ең бақытты сәттердің бірі ғой. Мен жаңа айтып кеттім, біз жалпы жаз бойы жалаң аяқ жүргеннен кейін қыркүйек айы келердің алдында
осы тамыз айының 25-26-ларына отырғызып қойып, ыстық суға аяғымызды салып, жібітіп, кәрін езіп, былай айтқанда, сонан кейін мынау табанның астында қалған жантақтардың барлығын төрегішпен немесе иінеме, жуалдызбен керек болатын болса алып отыратын. Сонда күс-күс болып кеткен аяғымызда ауырмаушы еді. О қалып кетеді, кейін өзі-ақ түседі ғой дегенде айтушы еді, тырнағымызды алып, енді мектепке барасыңдар, дұрыстап киініп жүріңдер деп, сондай қамқорлықтар жасап отыратын. Әрине, біз мектепте оқып жүргенде түске дейін оқитын болсақ, түс қайта үйде 10 шақты, 20 шақты қой болады, жылқы болады, сиыр болады. Соның астын тазалау, су беру, соны жайғау, шөп салу деген сияқты тірліктермен уақытымыз кешке дейін өтіп кететін. Кешке таман шамның түбінде қалғын мүлгіп отырып кітап оқитынбыз, сабақ оқитынбыз. Онда әкеміз тексеріп барып мектепке жібереді. Тексермесек, әрқайсымызды әр бөлмеге отырғызып қойып, ол кезде бір бөлмеде ғана от жанады. Қалғандарымыз суықтамда отырып оқитынбыз. Қазақ ауылының бәрінде батырлар жыры болды. Ішіндегі суреттердің барлығы қазір көз алдымызда. Қобыландының, Ертарғынның, Алпамыстың болсын, немесе Қыз жібектің жырлары, эпостық жырлар болсын, лириэпостық жырлар болсын, ол кезде енді ажырата алған жоқпыз ғой. Енді біз жалпы барлығын батырларды жыр деп оқыдық. Есіктің алдында отырып, ауылдың барлық ауылда, тек қана бізде емес, барлық жерде сондай болатын. Бір соған құмар балдар болатын, сол оқитын, кезек-кезек оқытатын, кейбір шалдар соны орындықта отырып, халқын мүлгіп тыңдап отыратын еді рахаттанып. Ол барлық ауылдарда болған, сондықтан сол батырлар жырында тыңдап өстік, оқып өстік. Тайғұрлының шабысын жаттап алатын кездеріміз болды. Айт жануар шу деді, тайғұрыл гул еді, табан жерге тимеді, тіктеп түскен тұяғы саз балшықта илейді. Арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады, бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады. Құлан менен құланның ұзатпай алдын тосады деп отырғанда шалдар пақ-пақ деп отыратын ол кісілер. Құлан менен құланның ұзатпай алдын тосады, көл жағалай отырған көк құтан мен қарабай көтеріліп ұшқанша белінен асып басады деп тұрып оқитын тұғымыз. Сол кезде кемпір шалдардың бәрі риза болып, ары қарай не болады екен. Ертең тыңдаймыз, бүгін шаруамыз бар еді десе, біреулер, бүгін мына жерге дейін бітіріп кетейік деп, ауылдың қариялары тыңдап отыратын. Біздің кезімізде былай еді, қазір мынандай мәселе жоқ деп айтудан аулақпын. Себебі қоғам өзгерген сайын қарап отырсақ, біздегі бойымыздағы жоқ нәрсе қазір жастардың бойында бар. Ал енді біздің кезіміздегідей тек сондай қоғамда солай өмір сүрмедіңдер деп бұларға да айта алмаймыз. Қазіргі цифрлық технологиямен жұмыс жасауы, қазіргі жастардың, кішкентай балдардың өзде әдебиетке, жалпы ауыз әдебиетіне, тілдік нормаларды кішкене сақтап сөйлейтін, тілге жанашыр жастардың арасында көп жастар жоқ деп айтуға болмайды, жақсы ақындар да бар. Қадыр айтқандай, Қадырдың еңбегін, мысалы Қадырдың тұсындағы жазушылардың өмір сүру деңгейі, қоғамдағы орны, осындай дүниелер қазір жоқ болғаннан кейін біздің жастарымыз көрінбей жатыр қазір. Өкінішке орай, жеңіл күлкі, жеңіл әзіл, болмайтын нәрсені айтатын тамадалардың, олардың бәрі емес, әрине көпшілігі қоғамды теріс бағытқа алып кетіп бара жатырған. Әр уақытта қазақ ұлт жанды болу керек. Сіз депутат болсаңыз да, министр болсаңыз да, баланы оқытып отырсаңыз да, медицина саласында қызмет жасаңыз да, бірінші ұрпақты ойлау керек. Ел болуды ойлау керек. Қазақ деген жоғалып кетпеуді ойлау керек. жылы аз кем тарихқа шегініс, біздің Шымкент қаласында оқу орындарында үлкен өзгерістер болды. Біздің қасиетті қара шаңырақ қазіргі Өзбекәлі Жәнібеков атындағы университетіміз Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи университетіне қосылып, университетіміздің тағдыры әрқалай жағдай болды. Дәл осы кезде Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университет ашылды. Оның алғашқы ректоры Мардан Сафарбаев. Мен осы кісінің қарамағында біз бір кафедрада қатар еңбек жолын бастадық. Бірақ өкінішке орай Мардан ағамыз өмірден өтіп кетті. Уақыт өте келе Есенгелді Өміржанович медеуіп келді. Біздің университетіміз оңтүстік өлкесіндегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне айналып кетті. Сондықтан 96 жылдан бері Болат Мақұлбекұлы өмір жолында да, ғылым жолында да, достық жолында да қатар еңбек еттік. Әуезов университетіне сіңірген еңбегі жайында бірер айта кетсем деп отырмын. Себебі Мұхтар Әуезовтың есімін педагогикалық университет қосылып кеткеннен кейін
ескерусіз қалып кетті. Беймәлім мұқаның беттерін ашқан белгілі мұхтар танушы ғалым Керімбек Сыздықов ағайымыз еңбек етіп, Ләйла Мұхтарқызы Әуезова мен Дияр Қонаевпен шығармашылық байланыс жасап отырып, Мұхтар Әуезовтың есімін алып беру үшін күрес жүргізді. Сол күресте Керімбек Сыздықовтың Болат бір жағында, мен бір жағында тұрып, есімін алып беруге әрекет жасадық. Қазіргі ғажайып керемет ескерткіші орнатылды. Осы бір игілікті істердің барлығының басында жас ғалым, жас факультет деканы Болат Мақұлбекұлы тұрды. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін күш білім ғылым екендігінің бірден бір дәлелі ретінде біздің қасиетті оңтүстік өлкесінде, ұлысының ұйқысы оңтүстікте Мұхтар Әуезовтің мәңгесіне қалдыру үшін де күрескен еңбектердің басы қасында, ортасында жүрген жас ғалым, бүгінгі кемеңгер Болатбек Мақұлбекұлы десек қателеспейміз. Екінші ғалым ретіндегі Болатбек Мақұлбекұлының ономастика саласына қатысты еңбектері. Демек, қазіргі біздің ұлттық рухымызды ояту үшін жүргізіліп жатқан күрестердің барлығына Болат Мақұлбекұлы халық қадірінше араласты. Біздің Түркістан облысындағы ономастикалық комиссияның мүшесі ретінде Шымкент қаласындағы, оңтүстік өлкесіндегі қаншама әлгі жат атауларға күрес жүргізіп жеңіске жетті. Филолог ғалым ретінде, соның ішінде білгір маман, ономастика саласының зерттеуші ғалым ретінде қаламыздағы көшелердің атауын, елді мекендердің атауын өзгертуге Болат Мақұлбекұлы өлшеусіз үлес қосты. Бабаларымыздың бабасынан қалған бір сөз бар: мен досымнан қорықпаймын, азар болса сатар, мен жауымнан қорықпаймын, азар болса сатар, мен қорыққанда бейғамдықтан қорқамын деген қасиетті сөз бар. Болат Мақұлбекұлы өмірге бейғам қарамайды. Қоғамдағы болып жатқан қарапайым сөз тіркестерінің өзіне жана ашып, күресіп, тілек, ниет білдіріп жатады. Болатбек Мақұлбекұлының қолынан туған қаншама ғылым еңбектер, зерттеу еңбектер, соның ішіндегі жер су атауларына қатысты ономастикалық еңбектердің барлығы пән ретінде оқытылып, жас ұрпақтың санасын оятуға, ұлттық рухын оятуға, өткен тарихтың ара жігін ажыратуға халық қадірінше көмегін тигізіп, септігін тигізіп, ғылыми дұрыс бағдар беріп жататынына мен шын мәнінде қуанамын. Кейбір әйелдер бар мықты, ер адамдан да мықты. Кейбір ер адамдар бар, мектепте жүрсе де аңжық. Әйелдерден бетер өзінің сөзін дұрыстап айта алмайды, баланы орнына қоя алмайды. Менімше бұл ер адамның білегінде емес, менімше мұғалімнің сауаттылығында деп есептеймін. Біреулер ойлайды, мектепте ер мұғалімдер көп болатын болса, кішкене балдарды ұрып соғатын болса, тәртіпке келеді екен ау деген сияқты. Одан аулақ болу керек. Ер адамның әрине үрейлі болады. Егер ол ер адам сияқты мінезі болатын болса, өзін сол қалыпта ұстай алатын болса, ер адам екендігін таныта білетін, білімді азамат болатын болса, әрине оның орны мектепте ерекше. Ал енді өзіндік пікірі жоқ болатын болса, өзіндік ойы жоқ болатын болса, білім сауаты төмен болатын болса, ондай адамның, ер адамның мектепте жүріп айғайлап жүргеннен ешқандай пайдасы жоқ деп есептеймін. Мұғалімнің шеберлігіне байланысты көп нәрсе. Неге жастарға біз тәрбие туралы айтқан кезде онша құлақ тұрып тыңдамайды? Себебі оның алдындағы ұстазбен бизнес жасап жүр ма, бір нәрсе алып сатып жүр ма, екеуінің ара салмағын ол салыстырады бала. Қазір тек күнкөріс мәселесін ойлайды олар. Жақсы машина міну, жақсы үйде тұру, квартира алу ертерек, жақсы тойын жасау. Қысқасы, қаражат қалтасына молырақ болатын болса, баланың, жастардың бәрі соны ғана ойлайды. Ал білім деген капитал ертең соны асырайтын көбісі мән бере бермейді. Сол себептен де қазір салыстыру кезінде олар да мектептің алдындағы отырған мұғалімнен гөрі ана жерде күнде табыс тауып отырған, күнде ақша тауып отырған, базарда жүрген адамды қатты құрметтейді. Салыстырмалы түрде. Ал енді өз күніңді көр деп отыр ғой қазір. Масылдық деген не ол? Ол отбасынан басталатын дүние. Мына өзбек халқымен бізді салыстырамыз көп жағдайда. Өзбек халқына деген құрметім жоғары өз басымның. Жалпы мынау масылдық оларда онша жоқ. Бірің сарам болмаса, жалпы масылдық жоқ оларда. Оларда өмір сүру, күнкөріс мәселесінде кішкене кезінен бастап олар дүние табуға, мал табуға үйретеді. Біздің қазақта ондай емес. Біздің қазақта да сол мал табуға үйретуіміз керек. Кейбір қазір отбасын көріп жүрмін, дүниесі бар, жағдайы жақсы, балдарына көлік жууға жібереді, немесе официант болып
даяшы болып қызмет жасауға жіберіп жатады. Оның бәрі сол жерден дүние тапсын деген емес, жалпы қоғамда өмірде өз жолын қалай табады, дүние қалай келеді, соның ақ қарасын ажыратсын деген мақсатта кейбір ата-аналар жіберіп отыр. Масыл болмай, әке шешемнің жағдайы бар екен, мен неден қиналамын демей, баланы іләжі болатын болса, әке шеше 5-10 тиын табатын жерге, басымен жұмыс жасап ойланатын жерге, тек қана жұмыс, қарапайым жұмыс жасап емес, баспен де жұмыс жасап табатын ақшалар, дүние бар. Сондықтан осы масылдықтан арылуды меніңше отбасынан бастау керек сияқты. Мен өзім өнер жолын қумақшы болғам. Сөйтіп мәдениет институтына барып тапсырғам. Музыкант болғым келді, кішкене ән айтатын ем, домбыра тартатын ем, гитара тартатын ем. Енді бұл жерде жасырудың да қажеті жоқ шығар. Ол кезде де адам сығалап адам іздейтін жағдайымыз болған. Сонда әкеммен бірге оқыған Өмірбек Жолдасбек, Сәдуақас Темірбек мәдениет институтын басқарды көп жылдар. Көп кісілермен бірге оқыған. Сөйтіп Сәдуақас Темірбектің алдына осылай сізбен біз отырғандай барғанбыз. Сонда домбырамды тыңдады, гитарамды тыңдады, орайдың гәккуін айттым ол жерде, жақсы музыкант болады екенсің, болды оқуға түсесің бара берді. Директордың кабинетінде қазіргі екі қабаттан Советскийдің бойында тұрғым. Сон қуанып сыртта тұрдым, кейін 5-10 минуттан кейін класстасы ғой, әкем шықты, болмайтын болды деді. Неге жаңа ректор айтты ғой, түсетін болдым деп. Жоқ, болмайтын болды. Мына бала бұл жақта бұзылып кетеді, бұл оқуды оқытуға болмайды. Өнер адамдары жалпы дұрыс жолда жүрмейді. Мен биыл кеш болды. Келесі жылы Өмірбек Жолдасбековке, қазірдің ректоры ғой, өзім апарып юрфакқа түсіремін. Осындай әңгімелер болды. Сөйтіп келді, енді юрфакты кім жеп көреді ол кезде? Екінің бірі түсе алмайды. Сөйтіп жүріп, мен дайындық бөліміне 2 жылдан кейін филологияға түсіп кеттім. Оған себепкер болған Мырзатай Жолдасбек декан екен. Сөйтсе 12 адам алады екен филологияға. 6-ау журналистика қалады, 6-ау филология қалады. Содан кейін мен собеседованиеде жаңа қазақ тілі әдебиеттен сұрап отыр, айтып отырмын, кейінгі естігенім. Маған мұғалімдер айтты, сенің көкең Мырзатай Жолдасбек деді. Себебі мына жерде комиссияның барлығына тракторист баланың 8 жыл стажы бар екен деді. Сенде 2 жыл стаж деді. Еңбек өтілің. Ана жігітті аламыз деп отырғанда Мырзатай Жолдасбек мына жерден жоқ. Мен декан ретінде мына жігітке ұсыныс жасайын деді. Себебі мен ол жерде ән айттым, домбыра гитара болған жоқ. 1-2 ән айтып бердім. Сөйтсем Мырзатай ағам әнді жақсы көреді екен, ансамбль құрайын деп жүр екен филологиядан. Сөйтіп сол кісінің былай айтқанда себеп сол кісі болды мен оқуға түсіп кетуіме. Сәдуақас Темірбеков сөзінде тұрып, әкемді шақыртады, баланы маған қосып бер, Өмірбек Жолдасбековке апарамын да юрфакқа түсіремін. Ол бала түсіп кетті, қайта түсіп кетті, филологияға түсіп, қалай түсіп кетті дайындық бөліміне. Мына жерде Мырзатай ағаның жамының ішінде сурет бар. Келген кезде айттым. Оны былай айттым енді. Бейшімбаев Бөлекхан Қозыкеұлы ректор, кездесіп жатыр, үлкен зал, Нариман ағайымыз да бар ол жерде, кафедра меңгерушісі. Сонымен отырып, мен декан ретінде мен модератор жүргізіп отырдым. Содан кейін декан бір-екі ауыз лебізін айтсын деп Бөлекхан Қозыкеев өзі ұсыныс жасады. Сонан кейін мен трибунаға шықтым да, жалпы мені оқуға түсірген осы көкем Мырзатай Жолдасбеков деген түрі өзгеріп кетті. Бөлекхан Қозыкеевтің түрі шаш тұрып кетті ол кезде. Мына бір бәлені білдіретін болды. Онсыз да мен жақтыра бермейтін ол кісі негізі. Тіке сөйлейсін деп. Ана кісі де басын бүйтіп, көтеріп алып, жақтырмай ала көзбен қарады. Ол президентте жүрген адам, байқап сөйлеу керек, рамкадан шықпау керек. Сонан кейін айттым, 76 жылы дайындық бөліміне бардым, жаңағы мәселенің бәрін айттым, осындай, ол кісі маған ән айтқызды, жалпы мені танымайды да, көрген емес, жауабыма қанағаттанды, сонан кейін әніме қанағаттанды. Мен осы филологиядан үлкен ансамбль құрайын деп жүрем, соның біреуі сен боласың, домбыраны жақсы тарта аласың ба деді, тартам дедім. Сөйтіп оқуға түсуіме бірден бір себепкер болған осы кісі, оқуға түсірген осы кісі, комиссияның барлығы 7 жылдық стажбен тракторист алайын деп отқанда кейін естідім мұғалімдер. Декан қадалып отырып алып сені алғызған деді. Соны кейін ол кісі де жібіп қоя берді, кітабымды бердім, құшақтап бетімнен сүйді. Басым бастағанда мен түсірген осы ағам көкем деген кезде өз алдың бір тынышталып қалды сол кезде. Сөйтіп кейін Бөлекхан Қозыкеев деді, сен бір күні адамды өлтіресің өстіп жүріп дейді ғой жаңағы. Міне себеп. Енді мұғалімдер туралы айтып жатсыз ғой. Бізге Зейнолла Қабдолов сабақ берді, Тұрсынбек Кәкішев сабақ берді,
Арымғали Нұрғалиев сабақ берді. Енді мықтылардың барлығы Төлеген Орынбасаров синтаксистен құрмалас сөйлемнен берді. Маманов морфологиядан сабақ беріп атты. Жалпы мынау қазақ тілі әдебиетіндегі авторлар, сол кездің авторлары, қазіргі сол кездің классик лингвистері былай айтқан кезде солардың барлығы бізге сабақ берді. Енді бұлай Қадыр Мырза, Махамбеттанудан Қадыр Мырзалиев сабақ берді. Шын айтқан кезде қазір өкінеміз, шіркін-ай, соның бәрін түртіп, жазып, аузымызды ашып, тыңдап, кейбіреулері кішкене ойға сақтай алмай қалған дүниелеріміз көбірек болған екен деген өкініштеріміз бар қазір. Әрине, қазір сол кісілердің алдында отыратын болсақ, біз басқаша қабылдаған болар едік. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Казгу, сонан кейін Каргу өзі екі университет болды Қазақстанда. Казгуды бітіріп келгенде мектепте айтатын, Казгуды бітіріп келгенде мұғалімдікке бірден аламыз. Бірақ бұлар паурочный план жазамайтын бәлесі бар ғой деп. Біздерді ғылыми теориялық жағынан дайындайды екенде, әдістемелік методикалық жағынан бізде мамандар болмаған екен. Пединстағыдай. Әдістемені кейін үйреніп кеттік қой, үйрендік мектепте жұмыс жасаған кезде. Жалпы мықты ғалымдардың бәрі сабақ берді ғой сол кезде. Бөкеңнің азаматтығы бір бөлек. Ол кісі 22 жыл декан болды. Сол уақытта бірде-бір рет бірінші, екінші орыннан төмен түсіп көрмеген факультетпіз. Құдайға шүкір, сол Бөкеңнің ұйымдастырушылығының арқасында, Бөкеңнің білімділігінің арқасында біздің факультет әр уақытта алда жүр. Университетімізде қазір диссертациялық кеңес бар, сол кеңесте қызмет мүшесі. Бүгінгі күнге дейін 7-8 доктор дайындаған ғалым. Оның ішінде жалпы біздің мынау жер су атауларына қатысты мәселеге көбірек көңіл бөлді. Соңғы кезде Бөкеңнің көп көңіл бөліп жүргені мынау біздің Кәрі Қаратау әлгі аймағы. Со Қаратау аймағындағы көп атауларға мән беріп, солардың жалпы ар жағындағы тарихи байланысын, халқымыздың пікірі туралы мәселелерінен көп мәселе қозғап жүр. Сондықтан бұл жөнінде де Бөкең биылғы жылы Құдай қаласа өздерінің докторанттарын қорғасайын деп отыр. Қорыта айтқанымызда жалпы біздің қазіргі факультетіміздің ақсақалы ретінде, біздің факультеттің үлкен ғалымы ретінде, біздің факультеттің университеттің профессор ретінде біздің жастар да өзіміз де Бөкеңе көп арқа сүйейміз. Өзіне үлкен шығармашылықтар, табыстар тілеймін. Отбасындағы бақыт берекені тілеймін. Ғылымның шыңына шыға берсін, ұзақ ғұмыр кеше берсін. 94 жылы оңтүстік Қазақстан топонимдерінен кандидаттық диссертация қорғадым. Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институтында. Ол жерде де Рабиға Сыздық, Әбдуәл Қайдар, Шора Сарыбай, небір мықты қазіргіден Нұргелді Уәли жұмысты бекітетінде қарайтында солар. 2005 жылы қазақ ономастикасының лингва концептологиялық негіздері. Енді докторлық диссертацияда теория жазбасаң болмайды. Мынау ономастикадан Қыздархан Ырысберген деген қыз екеуміз жалпы бір шамада шықтық. Оныңкіде осы төңіректе болды. Когнитивный лингвистика жаңадан батыстан келіп, Ресейден келіп, орыстарда бізге еніп атқан жағдай тұғын. Бұл философиялық тұрғыдан қаралатын дүниелер. Соны ономастиканы былай айтқанда концептологиялық жағынан ажыратып, 95 жылы сол Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында докторлық диссертациямды қорғадым. Енді мынау әкеміздің 90 жылдығындағы кітап, бұнда мынау монография жаңағы айтып отырған ономастикасының когнитивтік лингва концептологиялық негіздері диссертациялық докторлық диссертацияның негізінде жасалды. Мынау ономастика ұлттық мәдени ерекшеліктері қазір филология мамандығында да қазақ тілі әдебиетінде де бір жақсы жері топонимдер оқытылады, антропонимдер оқытылады, ономастика оқытылып жатыр. Жалпы бағдарламаға кірген. Соның негізінде студенттерге арнап жазылғанбыз. Мына оңтүстік Қазақстан топонимдерінің авторлықпен Керімбай Бесенгелді ағамыз бар, Дүйсенбей бар, Қабыл Дүйсенбі тілдер несінде басқармасында жұмыс істеп жүрген кезде оңтүстік Қазақстан бұл енді нақты ғылыми жағы да бар, дегенмен де көпшілікке арналған оқу құралы болып есептеледі. Мына қазақ ономастикасының лингво-когнитивтік аспектілері, мына алғашқы монографиядан сәл ерекшеліктері бар. Бұның арасында да бұл да монография болып есептеледі. Енді мынау мектеп оқулықтарына, сонан кейін мынау дайындық бөліміне
оқу үшін, сонан кейін жоғарғы оқу орнында алғашқы кезде лингвистиканы бастау үшін соларға қысқа нұсқа, былай айтқанда қазіргі қазақ тілінің авторлық немен дүниелер жасалды. Мына рухани жаңғыру өздеріңіз жақсы білесіздер, біраз жылдар қызмет жасап өтті. Сол рухани жаңғыруда қазақ тіліндегі жалқы есімдердің ұлттық мәдени танымдық мәселелер, жалқы есімдерге тек қана ономастикалық атаулар емес, басқа да есімдер көп кіреді, соның негізінде жасалды. Қазіргі мына докторанттарға танымдық семантика деген пән өтеді, соның негізінде дәрістер жинағы бұл жасалған. Поэтикалық мәтіндерді лингво-концептологиялық тұрғыдан талдау, кітап, бұлардың бәрі студенттерге қажетті. Мынауда қазір қазақ тілі білімінде когнитивтік лингвистика Масыловадан кейін бізде Жаманбаева бірнеше ғалымдар жұмыс жасап жатыр. Бұл когнитивтік лингвистика теориялық дүниелерден философиялық дүниеге сәл ауытқыған дүние болды. Бұған қарсылар да бар, жақтырмайтындар да бар, қолдайтындар да бар. Бірақ тілдің теориялық негізін білмей отырып, бұндай дүниелерге баруға болмайды. Ономастиканы ағылшын тілінде аударып басып шығарған дүние емес. Мынау көркем ономастикалық концептілерді көркем тілде вербалдану деп отырғанымыз есім сөздердің етістікке айналу мәселесі. Соның төңірегінде жасалған дүниелер мынау бағана көрсетіп кеткен кітаптарым жалпы қолға тиген әзірге еңбектер осылар. Біздің өзімізде әдеби норманы бұзып жүрген жағдайларымыз көп екен ғой. Бір-екеуін ғана мысал ретінде мен жазып та жүрмін. Мысалы, мына телевизия болсын, радиодан болсын, әсіресе біздің әншілер, немесе тамадаларымыз той басқаратын қызбалдар туралы айтқан кезде қайын жұртыңда ма, қайын жұртың ба деген сияқты мәселелерді көбірек айтады. Жалпы қыз баласында қайын жұрт деген болмайды. Қыз енді отбасында өзінде болғаннан кейін ол өзінің жұрты. Алтын босаған аттап, ақ босаға өткеннен кейін, күйеуінің жұртына келгеннен кейін ол өзінің жұрты. Себебі артында төркін жұрты қалды. Бұрын төркін емес еді, төркін жұрты болып есептелді ол. Ер жігітте үш жұрт бар дейді ғой, қызда да үш жұрт бар. Анау төркін жұрты, келген жері енді өз жұрты ол. Судай сіңіп тастай бат деп бекер айтпады. Ал оның қайнапасы, қайнатасы, қайнағасы, қайын сіңілері болу заңды бола береді, солай аталады. Сондықтан қыздар барған жерінде мен қайын жұртымда жүрген кезде деген сияқты әңгімені айтады. Ол өзінің жұрты болғаннан кейін қайын жұрт ер адамда ғана болады қайын жұрт деген. Қайын жұрт қызда болмайды. Осындай дүниелерде сөздің көркем айтылу үшін сөз тиянақты, тиекті айтылу үшін осындай қазақтың арасында әлі дұрыс қолданысқа түсіре алмай жатқан біздің тамадаларымыздың өзінде сауат жоқ қой, көпшілігінде осындай дүниелерді айтады. Соны тіркеспейтін сөздерді айтып атады. Адамгершіліктің қатайған кезінде дейді. Адамгершілік қатая ма екен деген сияқты ой болады ғой. Адамгершілікте қатаймайды ғой. Адамгершілік адам бойынан жоғалуы мүмкін, немесе азайып кетуі мүмкін. Қарама-қарсы сөздерді айтады. Шілденің шіліңгір шуағында деп сөйлеп атады. Кешегі 50 градус ыстықта да сондай шілденің. Шіліңгір шуақ қай уақытта болады? Шіліңгір шуақ көктемде болады, күзде болады. Ана кемпір шалдар арқасын күні шіліңгір шуаққа қыздырынып отыратын кездер болады. А шілдеде шіліңгір шуақ болмайды. Анау аллитерация ассонанс деген бар ғой, Иран шаққа, мұң шақпа, низами, біздің шақта, гүл құшақта, низами, ш болып келеді ғой, мысалы, а болып келеді ғой. Осында аллитерацияны аламыз деп, кей жағдайларда осында шіліңгір шуақ деген сияқты сөздерді, тіркестерді қолданып отады. Екеуі екі басқа дүние. Осындай мәселелер жалпы тіл білімнің ауызекі сөйлеу стильдерінде осыларға абай болу керек. Осының төңірегінде біз жастарымыз дұрыс сөйлеуге үйретуіміз керек. Жалпы тек қана ономастика емес, осы бағытта да келешекте біраз кітап жазып шықсақ, жастарға, тамадаларға, той басқарып жүргендерге, ел басқарып жүрген адамдарға кішкене сәл көрне құрал бола ма деген ойдамыз.